Саламатсыздар ма балалар? Мен Керімбекова Өркен Асқарқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгін мен сендермен 7-ші сыныптың қазақ тілі сабағын жүргізетін боламын. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы фастфуд тағамдарының зияны. Сабағымыздың мақсаты ғаламтор, энциклопедия, газет, журналдардан алынған мәліметтерге сілтеме жасау, реттеу және одағай түрлерін ажырата біліп қолдану. Бағалау критерийін назар аударыңыздар. Қосымша ақпараттарды реттейміз, авторына сілтеме жасаймыз және сабақ барысында одағай түрлерін ажыратамыз, қолданамыз. Енді балалар, мына суретке назар аударыңыздаршы. Суреттерден нені байқадыңыздар? Байқасаңыздар, мына суреттердің барлығы теріліп, тез дайындалатын тағам түрлері, яғни фастфуд тағамдары. Ал енді фастфуд сөзі қай тілден шықты? Оның адам ағзасына қаншалықты зияны бар? Сол жайында бейне сюжет тамашалаңыздар. Адам денсаулығы үшін уақытылы дұрыс тамақтана білу өте маңызды. Дегенмен, соңғы кездері уақыттың тапшылығынан фастфудтың маңыздылығы артып отыр. Фастфуд деген не? Оның адам денсаулығына қандай зияндылығы бар? Білгіңіз келсе, әрмен қараңыз. Фастфуд ағылшын тілінен аударғанда жүгіріп жүріп қоректену, жылдам тамақтану дегенді білдіреді. Соңғы кездері белең алып келе жатқан уақыты тапшы адамдарға қолайлы тамақтану түрі. Фастфуд индустрия ретінде алғаш рет 1920 жылы Америкада пайда болды. 1921 жылы Канзаста White Castle атты компания ашылып, алғашқылардың бірі болып гамбургер дайындалған еді. Ал 1948 жылы Ричард және Морис Макдональдтар бүгінде әлемге әйгілі Макдональдс жылдам тамақтану жүйесін құрды. Ал отандық фастфуд нарығының қалыптасуы 1990 жылы Алматыда құрылған Шеггис ресторанынан бастау алды. Көп адамдар фастфудты коламен ішсе тезірек қорытылады деп ойлайды. Шындығына келгенде, кола асқазанды бүрлерімен қоса шайып кетеді де, фастфуд тағамдары нормадағы 8 сағаттың орнына 12 сағатта ғана қорытылады. Фастфудтың құрамында май көп те, дәрумен аз. Салмақ қосылғанмен дәруменге мұқтаждық өзгермейді. Шашы түсіп, терісі өнсізденіп, тәбеті қашып жүрген адам көрсеңіз, фастфудтың зияндылығының айта жүргейсіз. Фастфудта адамның бір күндік калориясы бар. Соған қарамастан тойымсыз. Ал жұмсалған калория семіздікке апарар төте жол екенін ұмытпағайсыз. Тағамның дәмін күшейту үшін фастфуд өнімдеріне түрлі қоспалар қосылады. Олар адамның терісінде проблемалар туғызып, ағзада жинала келе қатерлі ісік ауруына шалдықтырады. Аталмыш өнімдер никотин, алкогольмен теңдей дәрежедегі тәуелділік туғызады. Көп мөлшердегі май мен қант тез үйренісуге жағдай жасап, нәтижесінде адам үй тағамдарының дәмін сезбейтін күйге түседі. Фастфуд құрамындағы трансмайлар онкологиялық, жүрек қан тамыры ауруларының, кеуде қатерлі ісігі мен белсіздікке алып келеді. Акриламид қосындысы психикаға қатты әсер етіп, генетикалық аурулар туғызса, артық мөлшердегі қант пен тұз гипертония, бүйрек аурулары, қант диабетіне шалдықтырады. Статистикалық деректерге сүйенсек, 1980 жылы әлем тұрғындарының 23% артық салмақпен есепте тұрса, 2008 жылы бұл көрсеткіш 33%-ға жеткен. Артық салмақ 1996 жылы Қазақстанда жалпы халықтың 42%-ын құраса, 2015 жылы 55%-ға дейін өскен екен. Бүгінде қазақстандық мектеп оқушыларының 40%, студенттердің 60%, күнделікті ақшаларын тіске басар алуға жұмсайтынын ескерсек, артық салмақтың үдейе түсуі ғажап емес. Фастфуд өндірушілерінің мынадай маркетингтік амалдары бар. Интерьерде тәбет ашатын қызыл түс қолданылады. Бір-біріне жақын орналасқан үстел орындықтар жайланып отыруға мүмкіндік бермесе, шулы әуендер жылдам тамақтануға итермелейді. Нәтижесінде адам жылдам тамақтанып, асқазанға орасан зиян келеді. Өндірушілер жарнамаға миллиардтап қаржы салады. Себебі жарнама көбейген сайын адамдар өнімнің зияндылығына немқұрайлықпен қарай бастайды.
Фастфудтан бас тартыңыз, болашағыңызды салауатты етіңіз. Балалар, бейне сюжетті тамашалап болсақ, мына сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Дұрыс тамақтану дегеніміз не екен? Фастфуд тағамдарының ерекшелігі неде? Трансгендік өнімдер дегеніміз не? Және олардың адам ағзасына зияны мен пайдасы туралы не айта аласыздар? Бұны тек қана бейне сюжет арқылы ғана емес, өздеріңіз ғаламтор беттерінен де қаншалықты адам ағзасына зиян екенін тапсаңыздар болады. Жалпы фастфуд тағамдарының зияны жайында барлық мәліметті ала отырып, біз ой тұжырымдаймыз. Фастфуд тағамдары адам ағзасына өте зиян. Оны пайдаланғаннан гөрі өзіміздің ұлттық тағамдарымызды пайдаланған абзал. Сонда бізге өзіміздің ағзамыз рахмет айтатын болады. Енді балалар, сабағымыздың негізінде мына сұрақтарға жауап берейік. Біздің тілдік мәлімет одағай. Олай болса, біз бастауышта одағай сөздерін өттік. Сол бойынша біз не білеміз? Сол жайында ойларыңды тұжырымдау үшін мен білетін сұрақ әдісін пайдаланайық. Одағай дегеніміз не? Одағайдың қандай түрлері бар? Одағайдың ерекшеліктерін атап. Одағай сөйлемге кездессе қандай тіркестер қойылады? Одағай сөздер сөйлем мүшесі бола ала ма? Ал оқшау сөздер туралы қандай түсінігіңіз бар? Өзіміздің барлық білетінімізді ортаға салайық, ой тұжырымдайық. Қане, балалар, барлығымыз бірдей ойланамыз. Мына сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Енді сіздердің жауаптарыңызға сәйкес мен мынадай қосымша мәлімет айтқым келіп тұр. Одағайда лексикалық мағына болмайды. Ол сұраққа жауап бере алмайды. Сөйлем мүшесі бола алмайды. Тек қана қосымшалар қабылдағанда барып, ол сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Олар ойға түскейдің мәніне қарай үшке бөлінеді. Көңіл күй одағайы, жекіру одағайы және шақыру одағайы. Көңіл күй одағайы адамның көңіл күйіне байланысты айтылатын сөздерден тұрады. Мысалы, алақай, пах-пах, ту. Жекіру одағайы тыйым салу, тыйым сөздерден тұрады көбіне көп. Мысалы, тәйт, тек, жә. Және шақыру одағайы малды шақыру мақсатында қолданылатын сөздерден тұрады. Мысалы, құру, шөре деген сөздерді мысалға алуға болады. Балалар, біз алдыңғы сабақта шылау сөздерін өткенбіз. Олай болса, білетінімізді еске сала отырып, мына тапсырманы орындап көрейік. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қояйық және шылауларды дұрыс қойып жазайық. Мұнда көп нүктенің орнына жалғауды қоямыз, ал берілген шылауларды тиістісін ғана қойып сөйлемді толықтырамыз. Ойланамыз, ойымызды жинақтаймыз, дәптерге орындаймыз. Енді менің жауабыммен салыстырып көріңіздер. Ас адамға күш береді. Бұл жерде ға барыс септігінің жалғауы. Жақсы ас ішкен адамның көңіл күйі де жақсы болады. Адамның ілік септігінің жалғауы қабылдап тұр. Сол себепті жейтін астың жеңіл әрі пайдалы болуына көңіл бөлемін. Бұл жерде бір әрі шылауын пайдаланып отырмыз. Таңғы аста ботқа түрлерін жеймін, түскі аста салқын салат жеймін және сұйық тағам ішемін. Бұл жердегі шылауымыз және. Жарайсыңдар балалар, мен сендердің тапсырмаларды дәл осылай орындағандарыңа сенемін. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Бұл жерде бүгінгі сабаққа лайықталған тапсырма беріліп отыр. Яғни көп нүктенің орнына тиісті одағайларды қойып, сөйлемді толықтырып жазуымыз керек. Мұнда тісім ауырып тұр, дәрігер қабылдай ма? Бұл жерде қай, одағай,
қажет етіледі. Мына бөлік сізге керемет жарасып тұр. Жарайсың, тура тегіздің ғой. Ішім ауырып тұр. Байқасаңыздар балалар, тыныс белгі қойылған тұсқа біз одағай жазып шығамыз. Неге тыныс белгімен оқшауланып тұр? Себебі одағай сөз оқшау сөздер қатарына енеді. Сондықтан олар сөйлеммен оқшауланады. Ол сөйлем мүшесі бола алмайды. Тек сөйлемге қосымша мән үстейді. Енді осы көрнектенің орнына одағайды толық қойып жазғаннан кейін біз одағайды тыныс белгісіне назар аударамыз. Егер одағай сөйлемнің басында кездессе, одағайдан кейін үтір қойылады, немесе бет белгісінен ажыратылады. Сөйлемнің ортасында кездессе, одағай екі жағынан үтірмен ажыратылады. Сөйлемнің соңында кездессе, одағайдың алдына үтір қойылады. Себебі ол оқшау сөздер қатарына енеді. Оқшау сөздер қатарына қаратпа сөз, қыстырма сөз және одағай сөз кіреді. Жарайсыздар балалар, енді біз келесі тапсырмамызға назар аударайық. Мұнда семантикалық карта берілді. Бұл жерде одағайлар берілді және одағайдың түрлері. Сіз мұнда тұрған одағайдың қай түріне жататынын қосу белгісін қою арқылы орындайсыз. Қане балалар, уақыт кетті, тапсырманы орындаймыз. Ойланамыз. Жаңа алған білімдеріңді негізге ала отырып, дұрыс, сауатты орындауға тырысыңыздар. Балалар, енді мұны семантикалық картамен салыстырып көріңіздер. Алақай, көңіл күй одағайы. Ту, көңіл күй одағайы. Кәка, шақыру одағайы. Тәй, жекіру одағайы. Япырай, көңіл күй одағайы. Жә, жекіру одағайы. Және пай, көңіл күй одағайы. Балалар, жалпы бүгінгі сабақта сабақ мақсатына лайықталған барлық жаттығуды орындап шықтық. Ғаламтор желісінен бейне сабақты көрдік. Ондағы барлық мәліметті ойға түйдік және қосымша мәлімет іздестіре отырып тапсырма орындадық. Және берілген одағайларды дұрыс қолдануға тырыстық. Одағай түрлерін ажырату үшін бірнеше тапсырма орындадық. Енді балалар, үйде өзіміз осы фастфуд тағамдарының зияны, адам ағзасына тигізер зиянын негізге ала отырып, жалпы баспасөз беттерінен, ғаламтор желісінен мәліметтерді жинақтай отырып, эссе жазайық. Эссенің тақырыбы фастфуд тағамдарының адам ағзасына зияны болсын. Енді балалар, мынау шығу парағын толтырамыз. Бүгін сабақтан нені ұқтық біз? Бұл жерде тек фастфуд тағамдарының зияны ғана емес, одағайды да жазуды ұмытпайық. Сен үшін қандай маңызды мәлімет болды? Қандай маңызды мәліметті өзіңіз үшін дәптерге түсірдіңіз? Сіз үшін жаңалық болған не? Осыны жазамыз. Және соңғы сұрағымыз, келесі сабақта қандай мәселені қозғауға болады? Фастфуд тағамы екі сабақ берілгендіктен, біз бірінші сабақты өттік. Екінші сабақта мен тағы қандай мәселені қозғасам болады? Соны маған жазсаңда болады. Балалар, бүгін өте белсенді болдыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.